Баршаңызға сәлем. Бүгін лағманның қамырының жасалу және созылу жолымен бөлісемін. Яғни електен өткізіп, онда ыдысқа салып қойдым. Суық суға тұз қосып, араластырып, осы тұзды суық сумен қамыр илеймін. Ұнға қосамын, содан кейін илеймін. Негізі қамыр жұмсақтау болғаны дұрыс. Сондықтан тез тынады және тез лағманды созасыздар. Егер қамыр қатты болса, онда ұзақ уақыт тындыруға кетеді. Сондықтан мен жұмсақтау етіп илеймін. Илегеннен кейін салафанға салып қойып қоямын, және ортасында бір 5-10 минуттан кейін тағы да бір илеп, тағы да салып қоямын салафанға. Мына жерде бір рет илегенін көрсеткен жоқпын. Менде бір 20-25 минуттай тұрды, ортасында бір рет илеп қойдым қамырды. Қамырды осылай видеода көрсетілгендей пласт етіп үстін басамыз қолымызбен және шетінен кесеміз. Ұзынша етіп шетінен кесеміз. Қазір осы қамырдың әр бөлігін созатын боламыз. Міне әр бөлігін аламын, осылай қолыммен қысып, басында қойып қоямын қамырды. Енді әр адам әр түрлі жасауы мүмкін. Мен өзім жасайтын жолымды көрсетіп жатырмын сіздерге. Осылай әр бөлігін қамырдың қолыммен қысып, шетке қойып қоямын. Содан кейін барып қана созуды бастаймын. Созылған қамырды осындай ыдысқа саламын. Ыдысқа салып, ортасына май жағып, жаңағы барлық созылған қамырды осылай салып шығамын. Қалған қамырды созамын. Және ыдысқа салған кезде ортасына міндетті түрде сұйық май жағыңыздар, себебі жабысып қалуы мүмкін. Созылған қамырды ыдысқа салғаннан кейін ыдысты аударып қоямын. Егер қамыр жұмсақ болса, бірден созуды бастаймын. Егер қаттылау болса, тағы да 5 минутқа тындырып қоямын ыдысты аударғаннан кейін. Мен енді жұмсақ болғандықтан мен бірден созуды бастадым. Қамырдың созылу жолының процесін толық түсіруге тырыстым. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, осы видеоның астына жазсаңыздар болады. Қамырды жіңішке етіп созғаннан кейін, видеода көрсетілгендей жинап, осылай дастарханға ұрамын. Ұрғаннан кейін шетке қойып қоямын. Егер қамыр көп болса, шетінен пісіремін. Қайнап тұрған суға дәміне қарай тұз қосып, араластырып, су қайнағаннан кейін лағманның қамырын пісіреміз. Бұл жерде пісіру уақыты сіздің жаңағы қамырыңызға байланысты. Менікі жіңішке болғандықтан мен бір қайнағаннан кейін бірден алдым қамырды. Және қамырды алғаннан кейін мен суға емес, сұйық май жағып қоям, дастарханның үстіне қойғаннан кейін. Сол кезде бір-біріне жабыспайды. Баршаңызға ас болсын. Осы видео бойынша дайындасаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.